Семей қаласы көлік колледжі физика пән оқытушысы Дүйсепова Мақпал Талғатовна. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бағыстаймыз. Сабағымыздың тақырыбы шынының сыну көрсеткішін анықтау. Сабағымыздың мақсаты жарықтың сыну заңын пайдалана отырып, шынының сыну көрсеткішін анықтап зерттеу. Өткен сабақта біз сіздермен жарықтың сыну заңы, жарықтың толық шағылу заңын қарастырған болатынбыз. Зертханалық жұмысқа кіріспес бұрын қызықты видеоға назар аударайық. Мына фильмнен біз суға толы стақанға салынған қасықты бақылап отырмыз. Мұндағы қасық сынып қалған секілді. Алайда қасықты стақаннан алып тастаған кезде, бұның тек оптикалық иллюзия екеніне көз жеткіземіз. Жарық сәулесі қасық бетінен шағылып, су мен ауа шекарасы арқылы өткен кезде, сынатта өз бағытын өзгертіп, біздің көзімізге жетеді. Сондықтан да ол бізге басқа нүктеден келген секілді болады. Бұл иллюзияға себеп болған жарықтың сыну құбылысы. Жарық сәулесі екі мөлдір ортаның шекарасына альфа бұрышпен түскен кезде, ол өзінің таралу бағытын өзгертеді. Бұл құбылысты жарықтың сынуы дейміз. Бета бұрышы сыну бұрышы деп аталады. Негізінде түскен сәуле екі сәулеге бөлінеді. Олардың біреуі шағылу заңына сәйкес шағылады, ал қалғаны келесі мөлдір ортаға өтіп сынады. Түсу бұрышы нөлге тең болған кезде жарық сынбайды. Оқушылар, видеода көрсетілгенде жарық тығыздығы әртүрлі ортаға өткен кезде жылдамдығы сәйкесінше бағыты да өзгереді. Суретте сіздерге үш сәуле көрсетілген: түскен сәуле, сынған сәуле және шағылған сәуле. Түскен сәуле және түсу нүктесінен тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрыш түсу бұрышы, түскен нүктеден тұрғызылған перпендикуляр және сынған сәуле арасындағы бұрыш сыну бұрышы, және түсу нүктесінен тұрғызылған перпендикуляр және шағылу арасындағы бұрыш шағылу бұрышы деп аталады. Енді жарықтың сыну заңынан назар аударайық. Түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасының түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады. Түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы тұрақты шамаға тең, яғни ол екінші ортаның бірінші ортаға қатысты салыстырмалы сыну көрсеткішін анықтайды. Енді зертханалық жұмысқа кіріссек. Зертханалық жұмысқа қажетті құрал жабдықтар: жазық параллель шыны пластина, өлшеуіш, сызғыш, ақ қағаз, транспортер және жарық көзі ретінде лазер шамын қолданамыз. Оқушылар, сіздерге мен жұмыстың жасалу барысы көрсетілген. Осы жұмыстың орындалу барысын дәптерімізге жазып қоямыз. Міне балалар, сіздерге жаңағы зертханалық жұмысқа қажетті құрал жабдықтар, жаңағы трапеция тәрізді шыны пластмасса, одан кейін циркуль керек, транспортер негізі керек және жарық көзі ретінде мен лазер шамын қолданамын. Ең алдымен мен трапецияның жақтарын сызып аламын. Бұл бізге мына сызығымыз екі ортаның шекарасы болып табылады. Екі ортаның шекарасы. Енді жазық пластинаны, шыны пластинаны орналастырамын. Және де мен қандай да бір бұрышпен шыны трапецияға жарық көзін түсіремін. Және де түскен жарық көздерін нүктемен белгілеп аламын. Мына жерде бізде түсу нүктесі көрсетілген, белгіленеді. Мына жерде міне жарық көзі, мына жерде міне бізде сынған сәулені белгілеп алдым нүктесін. Және де мына жерде бізде шағылған сәуле, үш сәулені нүктемен белгілеп алдым. Енді сызғыштың көмегімен осы нүктелерді қосамын. Бізде сыну сәулесі, түсу сәулесі, түсу нүктесінен перпендикуляр тұрғызамын міндетті түрде. Және де менде
шағылу сәулесі көрсетілген. Әріптермен белгілеп алам. Альфа бұрышы, бета бұрышы және гамма бұрышы. Енді циркульдің көмегімен шеңбер сызам. Шеңберді сызып аламын. Шеңбер сызып алдым. Енді транспортердің көмегімен бұрыштарды өлшеймін. Ең алдымен түскен сәуленің бұрышын өлшеп алам. Ол бізде 30 градусқа тең болып тұр. Өлшеймін түскен сәуленің бұрышын. Сыну бұрышын өлшеймін. Ол бізге шамамен 25 градусқа тең болып тұр. Өлшеймін шағылған түсу сәулесін және шағылған. Есептеулер нәтижесінде алынған сан мәндердің барлығын енді кестеге әкеліп жазамыз. Бізде түсу бұрышы 30 градус болды, сыну бұрышымыз 25 градусқа тең болды. Енді бізге n сыну көрсеткішін анықтау керек. Біз оны анықтаймыз сыну заңын теңдеуінен. n тең білеміз. Синус альфа бөлінген синус бетаға қатынасы. Синус альфамыз бізде 30 градусқа тең болды. Синус бетамыз 25 градусқа тең болды. Синус 30 градустағы сан мәні 0,15-ке тең. Синус 25 градустағы сан мәні 0,04-ке тең. Екі шаманы бөлген кезде бізде 1,04 шығады. Әкеп сан мәнін кестеге жазамыз. Яғни енді осындай есептеулер тағы да екі рет жүргізесіздер. Яғни түсу бұрышын сіздер уже өзгерте бастайсыздар. Енді ең ақырында n орташа мәнді табу үшін n1 қосылған n2 қосылған n3 бөлінген 3 деген шаманы осы теңдеумен n орташа мәнді анықтайсыздар. Яғни шыққан n орташа мәніміз бізде шынының сыну көрсеткіші және шыны сорттарының жаңағы сыны көрсеткіштері жуық шамамен 1,147 мен 2,104 аралығында орналасқан. Зерттеулердің жаңағы зертханалық жұмыстың нәтижесіне байқасаңыздар, сыну бұрышы түсу бұрышынан әрқашанда кіші болады. Оқушылар, сіздердің алдарыңызда міне бағалау дескрипторлары берілген. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ соңында сіздерге рефлексияны ұсынамын. Бүгін сабақта не білдім? Сабақ қызықты болды ма? Не қиын болды? Ой бөліссеңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.